Сәлем баршаңызға. Бүгін тауық етінен жасалатын арықтауға көп септігін тигізетін подлива. Бұл жерде тауық еті және көкөністер ғана. Любой гарнирді жасасаңыз болады қасына. Кез келген гарнирмен өте керемет тойымды тамақ болады. Қасығымызбен араластырған кезде тауығымыз барынша қыздыру керек. Қатты отта қорып отырып, тұз саламыз және әмбебап приправасын саламыз. Немесе өзіңіздің қалауыңыз бойынша қарабұрыш қоссаңыз болады. Тауық етінің пісу уақыты 20 минут. Егер тауығыңыз еті кішкене қаттырақ болса, например, грудинка, онда 30 минут қуырсаңыз жеткілікті. Келесі көкөністерімізді жақсылап жуып, аршып тазалаймыз. Одан кейін кубиктап бөліктерге бөліп тураймыз. Орташа көлемде кубиктап 2 жуаны турап саламыз. Тауық етімен бірге 2 минут қуырамыз. Келесі сәбізімізді жуып, кубиктап тураймыз жіңішке етіп. Қуырылып жатқан тауық етінің үстіне қосып, араластырып, тағы бір мәрте қуырамыз. 1 минут жеткілікті. 150 грамдай, яғни 1 кеседей капустаны алып, жіңішке етіп тураймыз. Және осы подливаның үстіне салып, тағы бір мәрте араластырып шығамыз. Және міндетті түрде 40 қабат, яғни капустамыз барынша қуырылу қажет. Капустаға, яғни 40 қабатқа қарабұрыш жақсы үйлеседі, яғни өзінің бір дәмін береді. Сондықтан қарабұрышты кішкене сеуіп, барлығын араластырып, майға аунатып шығамыз. Осы кезде петрушка және укроп және тағы да басқа жасыл зелендерді дайындап, жуып дайындап, турап, осы подливаның үстіне салсаңыз болады. Капустамыздың объемы қуырылғаннан кейін басылады. Одан кейін үстіне 2 картошкамызды жуып, кубиктап турап, подливамыздың үстіне салып жібереміз. Барлық көкөнісімізді салғаннан кейін араластырып, баяу отта 25-30 минут пісіріп шығамыз. Және қайнаған жарты кесе су құйып жібереміз. Қалауларыңызға қарай томат қоссаңыздар болады. Томат қосу керек болса, осы порцияға 2 ас қасық қосып, араластырып, сумен бірге құйсаңыз өте керемет болады. Декреттегі ананы қолдау мақсатында осы видеома лайк бассаңыз, подписаться етсеңіз каналыма және қалауыңызша комментарий жазып кетсеңіз болады. 30 минутта табамызға біздің көкөнісіміз бен тауық еті, яғни подливамыз жабыспай, әйбат пісіп шықты. Үстіне жаңағы дайын болған укроп, немесе петрушка, немесе жасыл жуаны үстіне қосып саламыз. Астарыңыз дәмді болсын.